Бәріңізге сәлем. Бүгін қамырды илеп және жайып үйренеміз. Ол үшін бізге керегі жоғары сортты ұн, жылы су және біраз қасық тұз. Ең бірінші үлкен кесемен 3 кесе ұн саламыз. Оның үстіне біраз қасық тұзды себеміз. Одан соң жылы суды аз-аздан құйып араластырамыз. Қамырдың басы біріккен соң, оны 2-ге немесе 3 бөлікке өз ыңғайымызға қарай бөліп аламыз. Бір лайфхак айта кетейін, егерде сіз қамыр ысуды енді үйреніп жүрген болсаңыз, онда 3 бөлікке бөліп, кішкентай күлшелерді ысыңыз. Қамырды 2-ге бөлген соң, осы видеода көрсетілгендей 2 күлше етіп аламыз. Сосын осындай пакетке салып, 1,5 сағатқа қоямыз. Қамырды тындырып алған соң, оны пакеттен алып, астына ұн сеуіп, бұтаумен ысамыз. Ең бірінші пакеттен алған соң, осылай дөңгелетіп, қолмен жазып аламыз. Екінші лайфхак ол қамырдың әдемі эластичный болып, жақсы жайылу, оның иінінің қануына байланысты, яғни тындыруына байланысты. Дастарханның бетіне ұн сеуіп, қамырды видеода көрсетілгендей етіп ысамыз. Қамырды оқтауға бір шетінен орап, ысып бастаймыз. Ысқан кезде қатты қамырдың үстінен баспаймыз, оны ортасынан шетіне қарай жеңіл ысамыз. Тағы бір айтатын жайт, қамырдың дөп-дөңгелек болып шығуы, ол қамырды осылай бір шетінен айналдырып отырып ысу әдісіне байланысты. Қамырды арасында осылай айналдырып ысып отырып, келесі бетінде аударып, екінші бетінде, ол жақ бетінде сөйтіп ысып отырамыз. Осылайша осы әрекеттерді қамырды толық жайып болғанша дейін қайталай береміз. Арасында қамырдың жабысып жатқанын сезсеңіз, ұн сеуіп қоюыңызға болады, бірақ көп сеппеңіз. Қамырыңыз қатып кетеді. Жайған қамырыңыздың шет жақтары қалың болса, осылай етіп ысып шығуыңызға болады.